Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва сахби ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Біз ақида дәрістерін бастағалы жатырмыз. Біздің кітабымыз кішігірім кіріспе ақида кітаптарына, ақида жалпы саласына кіріспе ретінде саналатын Әл-Ма'рифату фил баяни ақидатил муслим атты кітап. Кітаптың авторы Абдул Карим Ар-Рифаи. Осы 1393 жылы қайтыс болған, осы жақын арада қайтыс болған, яғни заманымыздың 20 ғасырдың ғалымдарының бірі болып саналады. Кітап өте кішкентай ғана кітап, бірақ кіріспе, яғни көптеген үлкен кітаптарға кірісу мақсатында осы кітапты өткеннен кейін одан кейінгі деңгейдегі кітаптарды оқуға жеңіл болып саналады. Ал енді кіріспен оқиық кітаптың. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллах тағаланың рахымды, мейірімді болған Алланың атымен бастаймын. Алхамдулиллахиллази ауджаба аля халқихил ақидатал хаққа. Аллах тағалаға сондай мадақтар болсын, өзінің құлдарына шынайы дұрыс болған ақиданы міндеттеген. وأمرهم أن يتمسكوا بالبراهين القاطعة. және де сол сенген ақидасын кескінді дәлелдермен ұстануын, яғни соны берік ұстануын әмір еткен. және де былай деп айтқан Аллах тағала: «Құл айт хазихи сабили, міне менің жолым, ад'у илаллах аля басиратин ана ва ман иттабани». Мен және маған ергендер Аллаға шақырсын, шынайы бір ақиқи дәлелдермен дейді. Аля басиратин, сондай анық болған дәлелдер арқылы мен және маған ергендер шақырамыз дейді Аллаға. Вассалату вассаламу аля набийихил хади иля сабилил вадиха. және де оның елшісі пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам тура жол хади, тура жол көрсетуші, анық болған, сондай вадиха, анық айқын болған тура жолға көрсететін, тура жолды нұсқайтын пайғамбарға да Алланың сәлемімен оған салауаты болсын. Уәл-мубайин қауаиди саадати уән-наджах. және де ол бақыттың және жетістікке жетудің ережелерін, қағидаларын айқындап көрсетуші, баяндаушы. وعلى آله وصحبه الذين اقتفوا أثره. және де оның жолына, оның әсеріне, оның ізіне ергендер, яғни сахабалар және оның отбасына. وَدَعَوُا النَّاسَ إِلَى هَدْيِهِ وَبَيَّنُوا أَحْسَنَ الْبَيَانِ. және олар адамдарды тура жолға шақырады, және де ол ең көркем түрде баяндайды. Яғни баяндаудың ішіндегі ең көркем түрінде баяндау арқылы адамдарды тура жолға шақырушы, яғни пайғамбар саллаллаху алейхи еруші, оның сахабалары және оның отбасына Алланың салауаты мен сәлем болсын деп аяқтайды. Одан кейін وَبَعْدْ. және де содан кейін فَلَمَّا كَانَ دَرْسُ التَّوْحِيدِ لِلْمُبْتَدِئِينَ فِي حَاجَةِ إِلَى تَلْخِيصِ عَقِيدَةٍ مُخْتَصَرَةٍ. Бастауыштар үшін осы таухид дәрісін, яғни ақида дәрісін сондай бір қажеттілік болғаннан кейін қысқа түрде, ықшам түрде жасадым дейді. Қысқа түрде болады дейді. Мамзуджатин бил барахинил ақлия. және де бұл нәрсе өзіне жаңағы біріктіреді не нәрсені, ақыли дәлелдерді және уәл-аятил құрания, және Құран аяттары мен ақыли дәлелдерді екеуін қоса біріктіре отыра осы қажеттілік болғаннан кейін ықшам бір ақида жазбасын жазып жатырмын дейді. Сондай нәрсеге жазылады дейді. Илтарани залика иля амали хазихил аужала. және де осы бір кішігірім ықшам болған шағын менің мәтінім осы нәрселер мені мәжбүр қылды дейді. Яғни адамдарға жалпы бірінші мүбтадиин бастауыштар үшін осындай
қысқа әрі ол ақылы дәлелдер және Құран аяттарының дәлелдердің екеуін біріктірген және де шағын болған және яғни бастаушылар үшін түсінікті болатын сондай жазба ақида мәтіні яғни жазуға мен мәжбүр болдым дейді. және де Аллах Тағала осыны менен қабыл етуін үміт етемін. және де осы менің ісім Алланың тек қана дидары үшін, Алланың тек қана разылығы үшін болуын Алладан үміт етемін. Иннаху қарибун муджиб. Себебі Аллах Тағала сондай өзінің құлдарына жақын әрі жаңағы дұғаларына жауап беруші. Осылай бүгінгі кіріспесін оқимыз. Осы жерден аяқтаймыз.